Қыздар, алдында мына салаттың рецептін жіберетін кезде күшті реакция жібердіңіздер, енді қазірде тоқтамай жіберіңіздер. Ең алдымен осы цветной капустаны қайнаған суға жарты сағатқа салып қоясыздар. То есть мына кастрюляда суыңызды қайнатасыз ғой, одан кейін астын өшіріп тастайсыз да, капустаңызды салып жарты сағат қойып қоясыз. 20 минутқа қарап тұрасыз. Ол кіртілдеп, әдемі болып кірт-кірт етіп желіну керек. Жұмсарып кетсе, значит капустаңыз онша емес екен деген сөз. Одан кейін черри помидор жартыға бөлсеңіздер де болады, или целый да салсаңыздар болады. Одан кейін перец светофор и корнишоны да салып қоясыз. Кейін бір пиязды өйстіп 4 бөлікке бөліп, арасын өйстіп ашып жібересіздер. Бұны майға қуырып аласыздар. Кейін салатқа қосасыздар. Одан кейін соевый соус қосамыз, бірақ көп қоспаңыздар, қап-қара болып кетеді. Әшейін 1 столовый ложка жетеді. Одан кейін красный перец көбірек қоса беріңіздер, ашты болу үшін, и сәл ғана тұз қосасыздар.